Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында дайындалатын люля кебаб тағамының рецептісін ұсынамын. Жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге ұнайды деген ойдамын. Дайындау үшін бізге қажет ингредиенттер: 600 грамм фарш, 3 дана пияз, укроп, тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка және ағаш таяқшалары, яғни шпажкалар. Алдымен шпажкаларды пешке салып пісіргенде күйіп кетпес үшін алдын ала суға салып қоямыз. Үлкен шұңғыл ыдыс алып, ішіне фаршты саламыз. Жуаларды кесіп алып, блендерге салып майдалаймыз. Майдаланған пиязды саламыз. Укроптарды да майдалап кесеміз, немесе блендерге салып алсаңыз да болады. Укропты саламыз. Тұз, бұрыш, дәмдеуіштерді салып, жақсылап араластырамыз. Дайын массамызды тоңазытқышқа 30 минутқа немесе 1 сағатқа қойып аламыз. Енді массамыздың бір уысын алып, екі қолмен сопақша форма жасаймыз. Ағаш таяқшаға өткізіп, формасын видеодағыдай етіп жасаймыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Түйінге пергамент қағазын немесе фольга салып, люля кебаптарды орналастырып шығамыз. Алдын ала 200 градус қыздырылған пешке 20-30 минутқа қойып пісіріп аламыз. Енді маринадталған пиязды дайындаймыз. Ол үшін бізге 1 дана пияз, жарты шай қасық шекер және лимон шырыны қажет. Пиязды жұқалап турап аламыз. Укропты турап саламыз. Үстіне шекер, лимон шырынын қосып, жақсылап араластырамыз. 15 минутқа қалдырамыз. Өз шырында пісіп шықты. Маринадталған жуаны салып, әсемдейтін боламыз. Біздің люля кебаб дайын. Дәмі керемет, жұп-жұмсақ, иісін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, все нұсқасын таңдап қойыңыздар. Келесі кездескенше.